14 жасқа толған балаларға арналған. Сарбаздар жобасы бүгін Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Сейхун спорттық кешенінде. Яғни бүгін біз өзіміздің сарбаздарды спорттық деңгейде сынақ көретін боламыз. 25 метр қашықтықта бассейнде жүзу және 100 метр қашықтықта белгілі бір жылдамдық деңгейінде жүгіріп өту. Кім мықты түседі, кім қалыс қалады, оны сіз бен біз бағамдаймыз. Армысыз ардақтағы эфирде Сарбаздар реалити жобасы және оның жүргізушісі мен Дәулетхан Мұратұлы. Біздің сарбаздарымыздың спорттық деңгейі қандай екен, бірге тамашалайық. Құрметті көрермендер, Сарбаздар жобасы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Сейхун спорттық кешенінде жалғасын табады. Дәл қазір менің жанымда осы спорттық кешеннің бассейнінің инструкторы, аға инструктор, қадағалаушы Әмір Шымболат бауырымыз тұр. Әмір, жалпы бүгін Сарбаздар жобасындағы осы 6 қатысушы өзара сынға түсетін болады. Және осыны сізбен біз болып бірге қадағалауымыз керек. Және 25 метр қашықтықты бір бағытта ғана жігіттер жүзіп өтеді, және кім қанша уақытта жүзіп өтеді, соған лайықты бағасын осы қадағалаушы ретінде өзің беретін боласың. Жалпы жігіттер біздің сақадай сай дайын деп ойлаймын. Олай болса, қазір жарысты бастайық. Жарыстың барысында қандай ережелер сақталу керек, соны бір ауыз айтып өтсең. Секірген кезде енді бірінші бастаған кезде секіріп бастаймыз. Сосын техникамен ана басына дейін баруға болады. Жүзу барысында, енді жүзудің техникасы көп қой. Ең негізі классикалық үлгідегі жүзу қандай? Кроль деген жүзу бар, классикада түрінде, сол түрінде жүземіз. Сол түрінде жүзіп, қазір жігіттер өзара сынға түсетін болады. Жігіттер дайынсыңдар ғой? Олай болса, жігіттерге сәттілік тілейміз. Біз бүгінгі хабарымыздың алғашқы сайысы осы бассейнде жүзуді бастаймыз.
Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп бағамдағандай, жігіттеріміз 25 метр бассейннің қашықтығын әртүрлі уақыт деңгейінде жүзіп өтті. Барлық қатысушыларымыз жүзген кезде қасымызда негізгі бақылаушы болды. Шынболат, жалпы жігіттердің енді бағасын берсек деймін. Ең бірінші болып бізде жүзуді бастаған Иманғали өзің, Иманғали бізде 21 секундта 25 метр жүзіп өтті. Бұған қандай баға берсек болады? Бұл балаға 3 деген бағаны береміз. 3 балл, яғни 21 секундта 3 баллды құтты болсын дейміз, ол да жаман емес. Және екінші болып бізде Сухан Дастан, бұл 22 секунд, енді 1 секунд екеуінің арасында айырмашылық бар. Бұған 3 деген бағаны береміз. Тиісінше бұл бізде Сухан Дастанда 3 балға ие болып отыр. Және жақсы көрсеткіш осы жерден басталды деп ойлаймын. Бізде Али 18 секундта 25 метр жүзіп өтті. Тиісінше бұған 4 деген бағаны береміз. 4 балл құтты болсын дейміз. Алиге енді өздеріңіз білесіздер, осы алдыңғы хабарларда Али бізде сәл қалыс қалып келе жатқан қатысушының бірі еді. Осы жүзу барысында алдыға шыққан сияқты. Және одан кейін өте мықты көрсеткіш осы алтылықтың ішіндегі бізде Мұстафа 16 секундта 25 метрді бағындырды. Бұған 5 деген бағаны. 5. Тиісінше, әрине, өйткені үздік шыққан барлығымыз көріп отырмыз. Және бұл жүзу келген кезде айлакерлік па, мүмкін сәттілік жетіспеді ма? Ең төмен көрсеткіштің бірі, өкінішке орай, 31 секундта Арсен жүзіп өтті. Тиісінше бұған 2 деген бағаны. Ең төменгі 2 ұпай енді Арсеннің еншісіне жазылып отыр. Және бізде соңғы болып түйіндеген Нұратай 24 секундта жүзіп өтті. Және бұған 3 деген бағаны береміз. 3 деген бағаны беріп отырмыз. Енді құрметті көрермендер, бұл бірінші біздің кезеңіміз. Өздеріңіз білесіздер, сарбаздар құрғақта да, суда да жалпы жан-жақты болуы тиіс. Және осы мақсатта біз бүгінгі сайысымызды осы Сейхун спорттық кешенде арнап отырмыз. Бірінші сайыста жігіттердің көрсеткішін бағамдадық. Қазір екінші сайысқа кезек берсек. Бүгінгі сайыс қызықтырақ болды. Аяқ астынан ойламаған жерден жүздік. Бұл сайыстан өзім орташа деңгейде екенін білем. Төмен көрсеткіш менде болды. Алдағы уақытта осыларды қалыпқа келтіреміз деген ойдамын. Бүгінгі жобамызда біз айта кеткенімізде жылдамдық жағынан сынға түскен болатынбыз. Сол жылдамдық жағында сынға түскенде өзімді бір өте жоғары деңгейде демесем де орташа деңгейде көрсете білдім деген ойдамын. Арамызда енді қалыс қалған жобамыздың қатысушылары да бар. Яғни оларды атап кетсек, өздеріңіз көргендей Нұратай және Арсен жүзуден шамалы өзімнен соңында қалғаны шамалы болса да қуаныш үйреледі. Яғни алдыңғы орында келе жатқан Нұратай өзімнен сәл болса да артта қалып келе жатқанына қуаныштымын. Бүгінгі жоба керемет өтті. Алдағы уақытта өзіме тек қана сәттілік тілеймін және жолдастарыма да сәттілік. Енді біз кішкентайымыздан жүзумен айналысқаннан кейін ондай қатты қиындыққа соқпады. Енді ең қызық сәттер ол секіру баста деген кезде жігіттердің қарынымен түсуі. Ертең өздеріңіз көретін боласыздар видеода. Бұл сайыста енді өзім жақсы көрсеттім деп ойлаймын. 25 метрге жүздік. Жігіттердің барлығы мықты екен жүзуден. Менің ең осал тұсым осы жүзу болатын. Алдағы уақытта да жүзуді дұрыстаймын деген ойдамын. Сол жігіттердің барлығына сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, біздің сарбаздар жаңа ғана 25 метр қашықтықта бассейнде өздерінің бақтарын сынаған болса, дәл қазір 100 метр қашықтықта жылдамдықтарын анықтайтын болады. Ол үшін мен жанымда Байжанов Еркебұлан ағамыз арнайы өзінің нұсқамасын жасап, тиісті бағасын беретін болады. Олай болса, Еркебұлан аға, жігіттерге жалпы нұсқаулық айтып жүрсеңіз, 100 метр қашықтықта қанша жылдамдықта жүгіру керек және қандай уақыт аралығында бұлар жақсы балға ие болады? Барлықтарыңа біріншіден сәттілік. Қазір 100 метр қашықтыққа жүгіреміз. Бірінші стартқа, екінші дайындал, үшінші марш. 3 команда беріледі. 16-13 минут 13 секунд ең үздік результат.
сендерге. Ең үздік. Онан кейін енді тиісті бағасын Төмен қарай өздерің кете бересіздер. Ең бастысы 13 секундта үлгеріп келген жігіттер енді 5 балл алады. Бұл жерде енді бірі қалыс келе жатыр, бірі озып келе жатыр. Енді сайыс болғаннан кейін әлі жоба жалғасын табады. Сол жоба барысында кім жеңетіндігін бірге тамашалайтын боламыз. Ал әзірге 100 метрлік жарысқа сәттілік тілейміз. Стартқа! Дайындал! Стартқа! Дайындал! Стартқа! Дайындал! Стартқа! Дайындал! 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 Көрермендер, Сарбаздар жобасының бүгінгі санының екінші сайысы, яғни 100 метр қашықтықты уақытқа жүгіруді тәмамдадық. Сарбаздарымыз бабында екен, белгіленген межеде әртүрлі уақытта, бірақ араларында қашықтық ондай қатты көп болған жоқ. Дей тұрғанмен біз өзіне тиісті бағасын беруіміз керек. Осы мақсатта қазір біз Еркебұлан ағай арнайы баға беретін болады. Енді бізде 100 метр қашықтықты бірінші бастаған Али 14 секундта жүгіріп өтті. 14 секундқа біз қанша баға береміз? 4 балл береміз. 4 балл. Яғни бүгін Али 4 балға еншілеп отыр. Екінші болып бізде жүгірген Дастанға бізде 13 секунд уақыт болды. 5 балл. Өте жақсы көрсеткіш. Тамаша, өте жақсы көрсеткіш. 13 секунд дегенім. Және тағы да Нұратай 14 секундта бұл жолы. Оғанда 4 балл. Оғанда Нұратайда 4 балл. Және Мұстафа бізде 13 секундта. Бұл Өте жақсы көрсеткіш. 5 балл. 5 балл. Және Арсен бұл жолда 15 секунд. Ең төмен көрсеткіш көрсетіп тұр. 3 балл. Өкінішке орай Арсен тағы да мінекей бұл сайыста да өзін қатты көрсете алмады. Енді алдағы сайыстарда сәттілік тілейміз. Және бізде 100 метр қашықтықты түйіндеген Иманғали 14 секундта келді. 4 балл. 4 балл. Демек, жігіттеріміз өзіне тиесілі балын алды. Ал жігіттердің жалпы көңіл-күйін алдағы сұхбаттарында білетін боламыз. Әскер адам болғасын барлық жағынан көрсеткіш мықты болу керек деп ойлаймын. Алдағы сайыстарда дұрыстаймыз. Бұл сайыста өзім Мұстафа бауырымды айта кеткім келеді. Ол мықты болды, мойындаймын. Әркімнің өзінің бір сайысқа бір икемі болады. Ол осы сайыста жүзуде икемі мықтырақ болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта дұрыстаймыз, барлығын жақсартамыз. Жылдамдық негізі өмірде қажет негізі. Әскери адам суда да, кәдімгі құрлықта да өзінің жылдамдығын көрсете білу қажет. Және де жылдамдық әскери өмірде өте маңызды болып саналады. Бүгін бассейнде бізге көп техника жетпеді деп ойлаймын. Біз оның қалай жүзу керегін біз бала кезде жүзетінбіз, бірақ техникамен жүзу емес біздікі. Енді алдағы уақытта біреу қалыс қалады, біреу алдыға шығады. Көптеген жарыстар бар алдыда. Сондықтан, мысалы бүгін алдыңғы сайыстарда озған адамдар осы сайыста қалыс қалып жатыр. Сол сияқты алдағы уақытта кімнің бабы шауып, кімнің бағы шауатын алдағы уақытта уақыт көрсетеді. Жалпы жарыс күннен күнге қызық болып келе жатқан сияқты.
жалпы жеңіске деген құлшынысым күннен күнге артып келе жатыр. Себебі бүгінгі жарыстан алға шыққаннан кейін жалпы жеңіске деген құлшынысым артып келе жатыр. Сарбаз майданда шынығады дегендей, кез келген сарбаздың әскери дайындығымен қатар спорттық дайындығы да баса назарда болуы тиіс. Осы мақсатта бүгінгі сарбаздар хабарының кезекті саны біздің жігіттердің спорттық әлеуетін біршама тексерді, бағамдады және өзінің тиісті бағасын жігіттер алды. Жалпы бүгінгі сарбаздар жобасы тартысқа толы болды және кімнің асық алшы түскені осы бүгінгі турнирлік кестеде біршама өзгерістерде көрінетін болады және алдағы сайыста да жігіттер өзіне тиісті бағасын алып жарысты жеңеді деген ойдамыз. Ал біз сарбаздар санының бүгінгі хабарын дәл осы жерден түйіндейміз. Асыл текті туған, алаш кегін қуған, ерлерім ел үшін белін бекем буған. Ақ білек күшімен, ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ісінен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері. Жігіттер, жігіттер, биікке өрлеңдер, ел үшін, жер үшін намысты бермеңдер. Нардың күші дарып, жүрек дүрсін қағып, жетіңдер жеңіске, шаршы топты жарып. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенім артқан жансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресін көк байрағын, жаса мәңгі қазағымның жігіттері.